Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерге жалпы журнал беттерін басып шығару үлгісін электронды күнделікті жүргізілуін көрсететін боламын. Ол үшін мына әрекеттерді жасаймыз. Яғни мына жерде журналдар бетін ашып отырмын. Бірден 11 сынып аралығында сынып журналдары тұр алдымызда. Енді бізге былтырғы оқу жылының журнал бетін ашуымыз қажет. Мына жерде көрсетілген стрелканы тұсына барған кезде 19-20 оқу жылы деп тұр. Бір рет чертеміз, сөйтеміз дағана былтырғы оқу жылына өтеміз. Көріп отырғандарыңызды биылғы былтырғы 2019-2020 оқу жылына өттік. Енді біз іс-әрекетті не істейміз? Мына жерде қарап тұрсаңыздар, қарау, басып шығару және экспорттау деген тұрады. Бізге керегі басып шығару. Басып шығару деген басқаны кейін бізде есептік кезең дейді. Толық жыл 1-ші тоқсан, 2-ші тоқсан, 4-ші тоқсан деп көрсетіледі әр бет. Енді қарап тұрғандарыңызда мына жерде сыныптарды таңдауға болады. Жоғарғы неде таңдасақ, жалпы сыныптарды 1-1 де таңдауға болады, жалпыламада таңдауға болады. Ал енді бұл жерде сынып жетекші әрқайсысы өзінің сыныбын шығару керегіне байланысты мына жерде жеке сынып таңдауға болады. Өзіңіздің сыныбыңызды таңдадық дейік. Осы жерде басып шығару түрлері дейді. Біріншісі күнтізбелік жоспарлаумен бірге барлық пәндер бойынша толық емес дейді. Ал екіншісі бір сынып үшін толық жылға дейді. Қағаз журналын баламасы толық дейді. Яғни біз не аламыз? Екіншісін таңдайды екенбіз. Екіншісін басып, журналды басып шығару дегенді басамыз. Загрузкадан кейін мынандай сіздерді не ашылады? 9-шы сынып журнал басып шығару кезеңдегі пән реттілігі дейді. Пән реттілігін қоюларыңызға болады. Ағылшын, қазақ тіліне, бастапқы қазақ тілі болса қазақ тілі деген сияқты. Кейін орыс тілі, алгебра, пән аралық реттілікті қоюларыңызға болады. Мына тұсқа барсаңыз, мынандай 4 жақты стрелкіне шығады. Мишканың сол жағын басу арқылы жылжыта береді екенбіз. Түсіндік ма? Информатика, Қазақстан, құқық, биология, осы аралықта тұрсын. Егер осылай реттілік қоям дейтін болсаңыздар, реттілікті қоюларыңызға болады. Пәндер таңдау пәнді бойынша деп таңдап кетеміз. Өзін-өзі тану. Қарасаңыздар, басып шығаруға болмайды дейді. Мына жерде мыналар басып шығаруға болмайтын пәндер болып тұр. Бұлар вариативтер. Вариативтерді ұстап жоғарыға көтересіздер. Мына жоғарыға көтеріп, апарып, ялыстап қойып шығады екенбіз. Тәрбие сағат ең соңына қоямыз. Бәрі дайын болған кезде дайын деген батырманы басамыз. Қасына қосымша терезе ашылады сіздерге. Загрузка болады. Сіздер жаңағыдай таңдап дайын деп жібергеннен кейін мынандай журнал беттері PDF форматта ашылатын болады. Яғни мына жерде қарап көрулеріңізге болады. Жалпы 239 бет дейді. Енді мына жерде дайын осы жерден печатқа басып шығарымызға болады, немесе скачать батырмасын басу арқылы PDF форматта ол мына жерде жүктелетін болады. Қай жерге сақтайсыз, өз қалауыңыз. Почтаға сақтайсыз ба, документқа сақтайсыз ба, сохранить. Ең бастысы қай жерге сақтап жатқаныңызды өзіңіз білуіңіз қажет. Енді Word үлгісінен шығарып алу үшін былай істейсіздер. PDF to Word деп Word форматқа ауыстырып шығарыңыздар. Сонда двухсторонний қылып шығара аласыздар.